Ассалаумағалейкум, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Бүгін сіздермен бірге Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорының қор сақтаушысы Айдарбекұлы Төремұрат. Сарайшық музей қорығы бұл сурет тарихы Айдардың кезекті санында қазақтың ұлы заңғар жазушысы Әбіш Кекілбайұлы туралы әңгімелейтін болады. Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылы 6 желтоқсан күні Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы бұрынғы Гурьев облысы Онда ауылының Мырзайыр деген жерінде дүниеге келген. 1957 жылы Таушықтағы мектептің бірінші сыныбына барып, 1948-ден 1954 жылдары Онды орталау, ал 1956 мен 1957 жылдары Үштағандағы орта мектепті оқиды. 1957 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне түседі. Университетте әдебиет бірлестігін басқарып, жас талаптар шоғырының жарыққа шығарады. Соңғы курста оқып жүріп, Қазақ әдебиеті газетінде қызмет атқарады. Осыдан бастап қиындығы мен қызығы мол еңбек жолы басталды. Әбіш Кекілбайұлы халық жазушысы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының, Қазақстан Республикасы президентінің бейбітшілік және рухани келісім сыйлығының, Тарлан сыйлығының иегері. Қазақстан Республикасының ұлттық ғылыми академиясының академигі, Маңғыстау, Атырау облыстарының құрметті азаматы. Құрмет белгісі, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев отан орденінің иегері. Қазақстанның еңбек ірі атақтары мен өзге де марапаттарына ие болғаны белгілі. Әбіш барлық дерлік еңбектерінде қазақ елінің тарихы мен тағдырына тоқталған және тарихты жалықпай көп зерттеген жазушы. Ол жазуға еш қиналмайтын. Сөйлегенде көкейіне көркем сөз өздігінен өрнектеліп, көкірегінен түйдек-түйдек ой таудың құлағанын сарқырама секілді тоқтаусыз төгілетін. Оның әлемі кәдімгі жақұт секілді жарқырап жан-жағына шуағын шашты. Қаламгердің өзге ақын жазушыларға ұқсамайтыны даралығы да осыда еді. Әбіш Кекілбаев батыс Қазақстан тарихы мен мәдени мұрасын зерттеушілердің ішіндегі ерекше ірі тұлға. Оның әдеби шығармалары мен тарихымызға арналған зерттеулері қазақ шеңберінен әлдеқайда асып кеткен. Бүткіл түркі халықтарына ортақ екенін мақтанышпен айтамыз. Ата-бабаларымыздан қалған рухани мұра басқа туыстас халықтармен салыстырғанда орасан зор. Жалпы қазақ адамзат тарихында ерекше орын алатын халық. Қазақ тілінде басқа халықтар секілді диалект жоқ. Өз руынан қыз алмайтын салты бар. Кең байтақ аумақты жайлаған халықтың тілі мен тұрмыс салтының бірдейлігі дүние жүзінің ғалымдарынан таң қалдырады. Туған өлкесіне деген сағынышын, санасын тым ерте есейткен сұрапыл соғыс жылдары туралы шытырман естеліктердің ғұмырының соңына дейін бір ретте сарқып түгесе алмай кетті. Әбіш Кекілбайұлы әдебиет әлеміне рухы ешқашан мұқалмайтын ар-намысқа адал кейіпкерлер галереясын сыйлады. Әбіш Кекілбайұлының тұлғатану, дәуірді тану саласындағы жазбаларының өзі алып бір шоғыр. Тарихи дарабоздарымыздың есімдерін ел жанында жаңғыртудағы еңбек ұшан теңіз. Айтулы тарихи тұлғалардың көкірек түкпіріне психологиялық, қырағалық пен математикалық дәлдіктің өніліп, оқырманына шытырман мінезді шынайы образ етіп ұсынады. Шыңғыс хан, Әмір Темір, Әбілқайыр хан, Абылай хан тұлғалары ширақтан тартыс күрделі бітім болмысымен ежелгі тарихтың қайталанбас шытырман оқиғасымен бүгінгі бізді бетпе-бет қалдырып оңашада ой түюге шақырады. Әбіш қазаққа ортақ тұлға. Қазақстанның қай аймағы да Әбішті өз ұлдарындай сүйді, құрметтеді, мақтан тұтты. Суреткердің өзі де қазақ даласын жанында жақсы көрді. Әр өңір оған өзінің туған топырағындай, асыл тұмарындай көрінетін. Сондықтан болса керек, тұтас қазақ тарихын, оның өткен өмірін терең білетін сұңғыла еді Әбіш ағамыз. Заңғар жазушы сарайшықта мәңгілік мекен тапқан билеушілердің де қатарында Алтын Орданың Бату мен Сартақ, Олақшы мен Мөңкеден кейінгі билеуші Бату хан немересі Мөңке Темірді, әйгілі Марко Поло батыстың патшасы атаған Элейд дейді Тоқтаны Тоқтай, бұдан әрі Алтын Ордаға 15 жыл өкімдік еткен Жәнібекті, Ноғай ордасының ханы Әмір Уақас пен Едігенің туажаты Нұриденге шөбере Уақасқа немере жоғарыдағы Әмір бидің үшінші ұлы Шейх Мамайды, сондай-ақ әуелден ел бірлігі үшін туған Қасым ханды және Қазан хандығы тағында билік құрып аты қалған Сейімбеке арудың әкесі Жүсіпті атайды. 1999 жылы 9 желтоқсанда Сарайшыққа келген сапарында өзінің құрдасы досы Сайын Назарбектің хандар кесенесі туындысына қарап Алтын Орданың ақтығы, Қазақ ордасының бесігі Дешті Қыпшақтың
байтағы тәуелсіз Қазақстанның ежелгілігінің бірі. Араб, Иран, Тұран, Еуропа араластығының алтын кіндігі сарайшықтың санадағы салиқалы салтанатты елесі қайта оралды деп қолтаңбасын қалдырған болатын. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау саламатта болыңыздар. Келесі жүздескенше.